ендеше бүгінгі мен тақырыбым Ысқақ бабтың 13-ші ұрпағы саналатын атақты Қожа Ахмет Яссауидің әкесі Ибрахим ата кесенесі. Ескерткіштің республика көлемінде маңызы жоғары. Ибрахим ата текті отбасынан шыққан, табысты жер өңдеуші болған. Аңыз бойынша Ибрахим ата 47 жыл өмір сүрген. Ол мұқтаж жандарға көмектесіп, адасқандарға жол көрсетіп, ауруды емдейтін құдіретті болған. Ол мұқтаж адамдарға қол ұшын беріп, өмірін тақуалықпен өткізген. Кесене Сайрам ауданы Ақсу ауылының биік жотасында орналасқан. Алғашында кесене 17-18 ғасырларда салынған, бірақ құлап қалғаннан кейін 19 ғасырда қайта салынды. 50-ші жылдары қатты жер сілкінісі кезінде кесененің күмбезі құлағаннан кейін қайта салынған. Кесене бір камералы шаршы түріндегі құрылыс. Бұл ескерткіш күйін кірпіштен тұрғызылған. Сонымен қатар ол сыртынан да ішінен де құммен сыланған. Кей жерлері ғана ақталған. Кесене биіктігі 8 метрден асатын бір бөлмелі шаршы пішіндес құрылыс болып, сан рет қайта жөндеуден өтсе де өзінің бастапқы салтанатты жоғалтпай, рухани тарихы құндылығы еселей түскен. Кесененің кіреберісінде Бақара сүретінің 255-ші аяты тасқа қашалып аударылып жазылған.